Здравствуйте, ребята! Подписывайтесь на мой канал. Новый раздел «Вода – источник жизни». Су өмірдің көзі. Урок 53. Откуда ты? Вода. Су, сен қайдансың? Ты научишься различать слова, признаки, местоимения в текстах и речи, понимать главную информацию в текстах. Мәтіндегі сын сөздер мен есімдікті ажыратуды, басты мәліметті түсінуді үйренесің. Упражнение первое. Послушай стихотворение. Өлеңді тыңда. Спросил на днях малыш-сосед у стройки, льющейся из крана: «Откуда ты?» Вода в ответ: «Издалека, из океана». «Ты газировка, что щипишь?» Из бурлящего стакана донесся шепот: «Знай, малыш, и я пришла из океана». Удивительно, не так ли? Супе в чае каждой капли, звонкой льдинки и в дождинке, и в росинке, и в снежинке нам откликнется всегда океанская вода. Парудаков. Кішкене балақай ағып жатқан крандағы судан сұрайды: «Сен қайдансың?» Су жауап береді: «Мен алыстанмын, мұхиттанмын». «Сен газдалғансың ба? Неге пышылдайсың?» Көпіршікті стақаннан сыбдырдың дыбысы шығады. Біліп жүр балақай: «Мен мұхиттанмын». Таңғаларлық емес пе? Сорпада, шайда, әрбір тамшыда, мұзда, жаңбырда, шықта, қарда, барлығында мұхиттың суы бізге жауап береді екен. Кто задавал вопросы? Какие? Вспомни. Кім сұрақ қойды? Қандай? Кто отвечал? Какие были ответы? Кім жауап берді? Қалай жауап берді? Вспомни. Где может находиться вода? Су қайда болуы мүмкін? Жауап бер. Какой предлог часто повторяется в стихотворении? Қандай предлог өлеңде қайталанады? Повторяется часто предлог «в». «В» предлога көбірек қайталанады. Упражнение 2. Продолжи словосочетание. Запиши в тетрадь. Сөз тіркесін жалғастырамыз, дәптерге жазамыз. Где может находиться вода? Текст задание первое. Су қайда болуы мүмкін? Бірінші тапсырманы қараймыз. В супе, в чае. Продолжаем. Каждой капле, звонкой льдинки, и в дождинке, и в росинке, и в снежинке. Сорпада, шайда, тамшыда, әрбір тамшыда, мұзда, жаңбырда, шықта, қарда, барлығында су болады. Упражнение 3. Образуй слова-признаки. Сын сөздерді жаса. Вода из льда, ледяная, мұздың суы, мұзды. Вода из дождя, дождевая, жаңбырдың суы, жаңбырлы. Вода из речки, речная, өзеннің суы, өзендік. Вода из моря, морская, теңіздің суы, теңіздік. Вода из океана, океанская, мұхиттың суы, мұхиттық. Упражнение 4. Знаешь ли ты? Білесің бе? Прочитай и спеши текст. Оқып, жазып ал. Многие озера и реки получаются из небольших ручейков, которые вытекают из родников. Наш народ любит и бережет родники. Он обкладывает их камнями, ограждает, делает над ними навесы. Так, көптеген өзен көлдер кішкене бұлақтардан құралады. Біздің халқымыз яғни бұлақтарды жақсы көреді, сақтайды. Және оны таспен жабады, қоршайды, үстіне шатыр қояды. Как люди говорят о чистой воде из родника? Бұлақтағы таза су туралы адамдар не айтады? Выбери слова, сөздерді таңда. Родниковая, бұлақты, темная, қараңғы, холодная, салқын, студенная, өте салқын, теплая, жылы, прозрачная, мөлдір, мятная, жалбызды, грязная, лас, хрустальная, кристаллды. Сөздерді таңдаймыз. Чем похожи выделенные в тексте слова действия? Поставь к ним вопросы. Мәтіндегі қарамен жазылған сөздер немен ұқсас? Оларға сұрақ қой. Задаем вопрос. Что делает? Не істейді. Любит, бережет, обкладывает, ограждает, делает. Не істейді. Жақсы көреді, қорғайды, яғни сақтайды, жабады, қоршайды, жасайды. Так, все глаголы стоят в настоящем времени. Барлық етістіктер осы шақта
тұр. Упражнение 5. Подумай, ойлан. Составь предложение с местоимениями и словом «вода». Есімдікпен және су сөзімен сөйлем құра. Справка стоит снизу, керекті сөздер астында тұр. Я люблю чистую воду, например. Он пьет чистую воду. Ему нравится пресная вода. Мы бережем воду. Мен суды жақсы көремін. Ол таза суды ішеді. Оған тұщы су ұнайды. Біз суды сақтаймыз, қорғаймыз. Урок окончен. До свидания.